everyone, how's it going? Let's talk about pronunciation today. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен мына сөздің дұрыс оқылуын үйренеміз. So this word means a fixed way of doing things. Бұл сөз қазақшаға әдеттегі, дағдылы, немесе күн тәртіп және де кезекті болып аударылады. А на русский это слово переводится как текущий, рутинный, обычный или же распорядок. Көп ағылшын тілін үйретушілер бұл сөзді дұрыс оқымайды, өйткені олар екпінді бірінші буынға қояды. Бірақ бұл сөзді дұрыс оқу үшін біз екпінді екінші буынға қою керекпіз. Сонда бізде рутин емес, routine деген сөз шығу керек. Менімен бірге қайталаймыз. Routine. Жарайсыздар. For example, it's good to get back into the old routine. And next one, he had a strict routine he never deviated from. I hope this video was helpful, guys. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. And don't forget to share this video with your friends. Bye!